Жаңа туындыны лайкпен қарсы алыңыздар. Қаланың қақ ортасында тұратын отбасында өсіп өндім. Әке-шешем өте жайдары, балаларына бақытты балалық шақ сыйлаған жандар. Мен үйдің кенже қызы болдым. Алдымда аға әпкелерім бар, кейбірі отбасылы болған, өте тату бауырлармыз. Әке-шешем жұмыс басты адамдар болса да, әрдайым біздерге жылулықтарын сыйлап, барынша жақсы тәрбие берді. Мен қанша жерден ерке болсам да, ұят деген ұлы сөзді жоғары ұстайтын жан едім. Әрі бірбеткей мінезім бар, әділдік дегенді жаным сүйеді, десе де мына өмір кейде тым әділетсіз болады екен. Мектепті қызыл аттестатпен аяқтағанмен, ата-анамның қасынан кеткім келмей өз қаламдағы медакадемияға оқуға тапсырдым. Армандаған ең қиын әрі жауапты хирург мамандығын таңдап, сол факультетке оңай түстім. Бұл жетістігіме әке-шешем қатты қуанып, отбасы арамызда атап өттік. Бала кезден өзіме уәде беріп, тек бір жолмен жүретінмен, еш уақытта жігіт дегендерге жоламаймын, тек сабағымды мұқият оқимын. Маған сенетін жандардың үмітін ақтаймын, болашақ дәрігермін, тек мен үшін адамдардың өмірі, тірі қалу маңызды дейтін. Мына мен өз қағидама өзім қарсы шығатынымды үш ұйықтасам да түсіме кірмеді. Студент деген статусқа ие болған мен, жан-жағыма қарамай сабақ пен кітапханадан басқа еш жерге бармайтынмын. Бар ойым мен білікті дәрігер болуым керек. Қанша адамдар дәрігердің көмегіне зәру, олардың ең болмаса біреуін болса да аман алып қалу. Мына біздің міндетіміз, сол үшін де күні түні оқуым қажет. Мен осындай қағидамен өмір сүрдім. Группалас қыздармен жақсы араласамын, бірақ олармен еш жерге шықпаймын. Солай жүргенде арада 7 жылда өте шықты. Ата-анам да менің үйден шықпайтынымды біледі. Қызым-ау, қашанғы оқу деп жүре бересің, кішкене бой жазып, қыздарыңмен қыдыруың керек қой. Ертең күйеуге шықсаң, үй мен жұмыс, бала-шаға деп еш жерге шыға алмайсың. Қыз ғұмыры қысқа демекші, ара-тұра көңіл көтер деп мені қинағандай қыдыруға көндірді. Көктем айы болатын, группаластар бас қосып, менде алғаш рет қосылып, олар мәре-сәре, олармен 7 жыл бірге оқысам да, алғаш рет бірге қыдырдым. Негізі қыдырған жақсы екен, біраз көңілім көтеріліп, билеп студент екенімді енді сезгендей әсерде болдым. Негізі группада анау айтқандай қыздар көп емес, мені қосқанда 3 қыз, қалғаны жігіттер. Группадағы жігіттердің бетін әлдеқашан қайырып тастағанмын. Оларда мені әбден танып алған, тек группалас ретінде жақсы араласып, сабақ арада күндер өтіп жатты. Группаластармен жақсы араласып отырыстардан қалмайтын болдым. Бізде практика басталды. Білесіздер, практика ең күрделі кезең әрі қорқынышты. Бірақ хирургтар сол практикадан еш қорықпай, бәрін қалт жібермей, мұқият орындауы тиіс. Алғашқы практикада өзімді көрсете білдім. Қанша жыл оқыған еңбегімді ақтай алғаныма іштей қуанып, қолыма ұстаған скальпелді, жүз алмастай өткір пышақ халатымның қалтасына салып қойыппын. Тағдырым осылай мекен, әлде Алланың сынағы ма? Практика аяқталып қайтуға жиналғанда әдеттегідей ақ халатты шешіп, сумкама сала бергенімде қалтасындағы скальпелді байқадым. Жоғары қабатқа апаруға ерініп, сумкама сала салдым. Ертең қайта келгенде әкелемін деген оймен асыға үйге қарай қайтуға асықтым. Сол күні кешке группаластар алғашқы практикамызды тойлаймыз деп алдын ала ұйымдастырып қойған. Сол отырысқа асығып, ертерек үйге барып киініп шыққым келді. Кеште батып барады. Жүгіре аялдамаға жете бергенімде мен мінетін автобустың іші адамдарға лық толы жүріп кетті. Қап, енді кешігетін болдым-ау деп өз-өзіммен сөйлесіп тұрмын. Ол жерде менен басқа ешкім жоқ. Кенет көліктің сигналы шошытып жіберді. Қымбат көлік айдаған жас шамасы менен 6-7 жасқа үлкендеу жігіт. Қарындас, Момышұлы көшесін айтып жіберіңізші. Менімен танысу үшін айтқан болар деп жауап бергім келмей үнсіз тұра бердім. Қарындас, өтінемін, артта жасы келген анам бар еді. Момышұлы көшесі қай жерде? 1 сағаттай болды. Адасып таппай жүрміз. Қарындас, өтінемін, артта анамның жанында отырып көшені көрсетіп жіберіңізші деп жалына сұрағандай болды. Жасы келген адам, анамның қасына отырыңыз деген сөздеріне мен байғұс сеніп, көліктің артқы есігін ашқаным сол екен. Оңбаған азғындар басыма пакет кигізіп көліктері атып ұрды. Тұншығып барамын, сөйлеуге шамам келмей жатыр. Бір кезде қай нақұрс екені есімде жоқ. Есімнен тандырып, аузыма шөберек басты. Менің сорым 5 ел екен. Қайдағы азғынға сеніп көлігіне отырып, нем бар еді. Есімді жиғанда үстімдегі киімнің сау жері жоқ. Аш қасқырға таланғандай жалаңаш жатырмын. Денемнің барлық жері ауырып, басым мең-зең, мен жатқан жерде көк түтінге тойып алған мес қарынды 2 еркек те бар. Жастары менің әкемнің жасынан да үлкен. Әлгі мес қарын 2 еркек тек шылым емес, есірткілерін дайындап, бірі тамырына салып жатты. Енді бірі дауыстап, сырттағы жалдамалы итін шақырып алды да.
Мына қыз әзірге біздің ермегіміз болады. Сосын көнсе аузын жап, көнбесе анау көлге лақтыра сал, өзіне қол салғандай болсын. Так, сен ешқайда кетпей біздің тірлік біткенше есік алдында күт деп бұйыра әлгі мені алдап көлікке мінгізген жігітке бұйыра сөйледі. Құп, Басеке, сыртта күтемін деп ол азғын шығып кетті. Ал мен мына сөздердің бәрін естіп, бірдеңе деуге шамам келмей, мына сорақылықтан қалай құтыламын деп көз жасыма үнсіз тұншыға бердім. Егер айқайласам бұлар маған ине салатынын біліп тұрмын. Екі азғында есірткіден есі ауған сорлылар. Бұл кәрі қақпастар тек мен емес, мен сияқтылардың талай көз жасына қалғанына сенімім мол. Жиіркенішті лас тірліктерін жасаған азғынның бірі қорылдап ұйқыға кетті. Көп ұзамай екіншісі де бокалдағы ішімдігін ішіп ұйқының құшағына кете барды. Өзіме әзер келгенмен бұл азғындардан бір жола құтылғым келді. Басқа қыздарды да осылай азаптайтын болса, білмеймін, бұлар адам емес, хайуандар. Ойыма неше түрлі нәрселер келіп, есіме скальпелім түсті. Сумкамды көзіммен іздей бастадым. Ол жоқ екен. Енді не істеймін деп тәуекелге бел буып, терезеден сыртқа қарап едім. Ешкім жоқ. Мен әкелген көлік тұр екен сыртта, ішінде әлгі жексұрын ұйықтап отыр. Ақырын үйден шығып, көліктің есігін ашып, сумкадағы скальпелді алдым. Бейкүнә түр жасап, қалың ұйқыдағы әлгі мені алдап көлігіне мінгізген жігіттің кеңірдегін скальпелмен орып жібердім. Қамбұрқ ете қалғанда есімнен танардай күй кештім. Жоқ, мен қанішер емеспін. Жоқ, мен не бүлдірдім, не істедім? Көліктің артқы орындығында отырып жылап жібердім. Бұлай адам өлтіргеніме әлі де сене алмай отырмын. Таңда атып келеді. Жаз айы болғандықтан күн ұясынан ерте шығады. Өзімді іштей қайта жігерлендіріп, ашумен әлгімес қарын екеуінің де кеңірдегін кесіп, қандарын суша ағыздым. Оларға сол керек. Енді қыздарды зорламайды. Мен бәрін дұрыс жасадым деп өзімді ақтап келемін. Бірақ бәрібірде санамда сен қаншерсің деген сөздер жаңғырық секілді қайталана берді. Мені бұлар қаланың сыртындағы байлардың ара тұра келетін дачасына әкелген. Айналаның бәрі су басқан көлдер. Арғы бетте малшылардың ескі, қара батпақпен сыланған үйлері көрініп тұр. Алайда ол жаққа жету мүмкін емес, ортада үлкен көл бар. Үстімде жеңіл киім, әлгі қарғыс атқыр жерден қашқанда киім кию мүмкін болмай, мес қарын еркектің жейдесін кие салғанмын. Жаз айы болса да, дала денені қарып өтетіндей салқын, қолдарым қанға былғанған. Өзімнің не істегенімді енді ғана ұққандаймын. Біресе өзімді ақтап, енді бірде өзімді жек көрдім. Әлі де өзіме келе алмай, мен 3 адам өлтірген қанішермін. Енді қалай өмір сүрмекпін? Жоқ, мен оларды өлтіргім келмеді. Қан болған қолдарыма қайта-қайта қарап жылай бердім. Санамдағы сансыз сұраққа жауап таппай, өзімді де қинамай суға батып өлуге шешім қабылдадым. Енді ары қарай бәрібірде өмір сүре алмаймын. Алладан істеген күнәм үшін шын жүрегіммен көз жасыма тұншыға кешірім сұрап, өзімді өлтіру үшін көлге түстім. Су салқын, десе де салқын су өлгісі келген адамға кедергі емес. Судың ортасына келдім. Терең суға тұншыға бір шығып, бір батып қиналып барамын. Адамнан жан шығуда оңай емес екен. Тезірек қиналмай өлсем екен деп Аллаға жалынып, өмір мен өлімнің арапалысып жаттым. Алланың құдіреті шексіз ғой. Қанша өлемін деп тырыссам да дәм тұзым таусылмаған екен. Көлдің ортасында суға батқан мен есімді жоғалттым. Ана дүниеге кеттім деп ойладым. Бірақ белгісіз біреу мені судан шығарып, алғашқы көмекті көрсетіп жатты. Көзімді ашуға шамам жоқ, бірақ ер адамдардың даусын естіп жаттым. Түс ауа есімді толық жиып, көзімді ашсам, бір үйде жатырмын. Қорқып кеткенмен айқайлай жылап жібердім. Үй иесі жүгіріп келіп: «Қызым, бәрі дұрыс па? Сені көлден тауып алдық. Бұл жағдай қалай болды?» деп сол үйдің әйелі сұрай бастады. Сырттан кірген мені құтқарған ұлы мен әкесі келіп, әйеліне ала көзбен: «Тәйт, қыздың мазасын алма. Өзіне келіп алсын, ыстықтай сорпаңды бер, кәні дастарханыңды жай» деп әйеліне бұйыра сөйледі. Сондай қарапайым, әрі бір-бірін сыйлайтын жандар екені көрініп тұр. Бұл отбасы қарапайым мал бағатын жандар. Мені құтқарған әлгі жігіт менімен шамалас, ол да студент екен. Студент екенін анасы дастархан басында сөз болсын деп айтып жатыр. Мен олардың алдында тек рахмет деген сөзден басқа ештеңе айта алмадым. Мені құтқарған әкесі мен жігіт менің азап көргенімді іштей біліп отыр. Сорпамды асыға ішіп, қалаға қайту керек екенімді айттым. Олар да тез түсінгендей: «Біз сені жеткізіп саламыз, жалғыз өзің бұл жерден қайталмайсың» деген жүзі жылы әкесі. Ұлына қарап: «Жүр, қалада шаруамыз бар, анадағы шаруаны бітіріп қайтайық. Қаламқаш жинап қойған ақшаның үстінен ақша алып берші. Үйіме барамын деймін-ау, бірақ үстімде әлгі апаның ескілеу көйлегі, менің киімдерім қарғыс атқан үйде қалып қойған. Суға батқанда үстімде жейде болған, оны әлгі үйде тастаған едім.
Енді не істеймін деп көлік ішінде терең ойда келемін. Кешегі түн есіме түссе, жылағым келеді. Тек мына жандардан ұялып, өзімді әзер ұстап отырмын. Қалаға жеткен соң, араластың қыздарға барып, киім сұрау болып тұр. Бірақ мына күйімді олар көрсе, не деп айтамын деп тағы басым қатты. Әлгі кісінің менімен жасты ұлы, көліктің айнасынан тесіліп, маған қарай берді. Құдды менің қылмыскер екенімді білетіндей, ол маған қараған сайын қорқыныштан тұла бойым дір етті. Қалаға да жеттік, базар жаққа келіп тоқтадық. Осы жерден түсіріп тастап кетеді екен деп ойладым. Сөйтсем бұл кісі мені құтқарып қоймай, маған екінші рет өмір сыйлады. Қызым, сен ешқайда кетпе, біз қазір саған киім әкеліп береміз. Өлшемің қандай дегенде қуанып кеттім. Солай көліктен түспей, отырып алып жылап алдым. Көп күттірмей менімен жасты жігіт, жарасымды көйлек пен аяқ киім әкеліп берді де. Сен айтқандай өлшемде алдым, анау айтқандай киім таңдай алмадым. Рахмет, осыда болады дегенмен артық сөйлегім келмеді. Ол болса, есімім кім болады? Менің атым Жалғас. Мен үнсіз, танысқым келмейтінімді үнсіздікпен көрсеттім. Ол менен ұялып қалды. Ажарайды, киініп аларсың, қазір әкем екеуміз бір айналып келеміз деп қайта кетіп қалды. Берші, мен киініп болып сәл оларды күттім. Мен тұратын ауданға жақындап қалғанда әлгі кісі: қызым, сен мықтысың, Алла саған өлуді жазбаған екен, өмірің жарқын болсын. Бүгінгі қиындығың әлі-ақ ұмытылып кетеді. Пенде болғасын өмірде неше түрлі жағдай болады. Сынақтарға төзе біл, жарай ма қызым? Бұл сөздерді естіп, еріксіз жылап алдым. Аялдамаға келгенде, осы жерден түсем деп оларға шексіз рахметімді айтып түсіп қалдым. Жалғас маған әлі де тесіле қарап, кете барды. Үйге келсем, әкемнің басқа қалада тұратын туыс ағасы қайтыс болып, анам екеуі сол жаққа кетіпті. 3-4 күннен соң келеді екен, маған да керегі сол. Сол күнге дейін оқуымды басқа қалаға ауыстыруға асықтым. Енді бұл қалада тұрғым келмейді. Өзімді ата-анамның алдында бүлгінген қыз екенімді білдіртіп қоятын сияқтымын. Жолымның болғаны, құжаттарымды декан тез жасап берді. Өйткені декан мені жақсы көретін жалғызбасты әйел еді. Ол апайыма шындықтың жартысын ғана айтқан едім. Сол үшін де мені тезірек басқа қалаға ауыстырды. Әрі маған гинеколог пен психологқа баруымды қайта-қайта айтты. Гинеколог пен психологты өзі тауып берді десем де болады. Әке шешем келген күні ертеңіне оларға ең үздік шәкірт болғаным үшін басқа қалаға тәжірибе жинауға жіберді деп жалған айттым. Олар сенді. Солай уақытша кеттім дегенмен сол жақта мәңгіге қалдым. Тіпті мереке күні үйдегілерді сағынсам да туған қалама аяқ басуға қорықтым. Үйіме барамын деймін. Арада бірнеше жыл өтті. Мен мансап қуып, ешкімнің сезіміне жауап бермей, тек жалғыз басты қыз боламын деп өзіме уәде бердім. Десе де махаббат деген нәрсе бәрін өзгертеді екен. Сыртыма қараса, өте әдемі, бір көргенде ешкімнен қорықпайтын сенімді жан сияқты көрінетінім жасырын емес. Алайда ішім түтін, еркек атаулыдан көңілім қалғаны соншалық, еш уақытта жігітпен сөйлеспек түгіл, маңыма жоласа қашып жүремін. Жасым 30-дан асты, әке шешем мені ұзатуға асықты, ал мен оларға мен өмірімді жұмысқа арнаймын, тұрмысқа шық деп мазамды ала бермеңдер деп ренжіп қалатынмын. Анам шырылдап жүр: қызым-ау, жалғыздық деген Құдайға ғана жарасқан, бір үйдің түтінін шығару парызың, жұмысты да жасай бересің, қашанғы сопа басың сопиып жалғыз жүрмекшісің, жеңгең бір жігітті біледі екен, танысып көрерсің әдеп анам мені көндіргісі келді. Туф, апа, жылына бір келгенде, байға ти деп мазамды аласыңдар, ешқандай жігіт керек емес, жақында Россияға барамын, ол жақта білім аламын, сол үшін сіздермен көрісіп кетейін деп келдім. Әкем ашуланып: осылай мансап қуып, тұрмыс құрмайтыныңды білгенде, хирург маманының таңдауға қарсы болар едім деп бөлмесіне кіріп кетті. Иә, әке шешемді түсінемін, барлық баласы отбасы құрған, тек мен ғана, менің ақ көйлек кигенімді, ана бақытын сезінгенімді олар қалайтынын айтпақ-ақ түсінемін ғой, бірақ менің жан жарам әлі де жазылмады. Жасым 30-ға келсе де, не үшін тұрмыс құрғым келмейтінін ешкім түсінбейтін. Мен киініп болып сәл оларды күттім. Мен алғаш рет өз елімнен жырақтап барамын. 30 жасқа дейін тек жұмыс жасаған мен біршама жанның өмірін құтқарып қалдым. Білікті хирург болдым. Жақсы маман болсам да, тәжірибемді одан әрі шыңдағым келіп, Россияға баруға құштар болдым. Анам мені қимай, шығарып салды. Әкемнің маған ренжіп, қайда жүрсең де аман бол деп теріс бұрылып кете барды. Маған да оңай емес. Қайтейін енді, іштей қайғырып тұрмын. Үйден шыға сала, көз жасыма ерік бердім. Россияда 2 жыл оқыдым. Ол жақтағы оқуым өте керемет болды. Тек еркектер жағы қиындау.
Жоқ, жолама, маған махаббат керек емес. Десем де орыс еркектері мүлдем түсінбей, мазамды әбден алды. Білесіздер, хирургтардың көбі ер адамдар. Бір жағынан елді де сағындым, туған күнімде жақындап келеді. Оқуым аяқталған, мықты мамандармен тәжірибе алмасып жүрдім. Көп ойланбай еліме оралдым. Үйдегілер қуанып қарсы алды. Әкем енді ешқайда кетпей, өз қаламда жұмыс жасауымды айтты. Басқа қалаға баруға тыйым салды. Ол да дұрыс шығар. Мені қатты уайымдайды. Солай өз қаламдағы ең жақсы деген ауруханаға бірден қабылдады. Россияда оқыған қағазымды көрген бойда ертеңнен бастап жұмысқа кірісе бер деді. Бауырларым ойласып туған күнімді атап өтпек болды. Әдетте туған күнімді тойлаудан бас тартатынмын, бірақ бұл жолы бас тарту мүмкін болмай тұр. Мейрамханаға заказ беріп, бәрін дайындап қойыпты. Туған күн кеші бірнеше жылдан соң алғаш рет кешкі отырысқа бармақшымын. Бауырларым өте керемет етіп кешті өткізді. Әке-шешем маған тілек айтқанда жылап қалдым. Алғаш рет сол кезде ішімнен, Алламай, адал жар болатын жігітті кездестіре көр. Әке-шешемнің мен үшін қиналатынына себеп болмайыншы деп шын жүрегіммен тіледім. Кеш ойдағыдай аяқталып, үйге қайттық. Үй телефоны шыр ете қалды, жұмыстан екен. Алло, дәрігер, тез келуіңіз керек, шұғыл түрде ота жасау керек болып тұр деген түнгі кезекшілікке түскен медбике асыға айтып жатты. Үйде сырттан келген ағаларым көлігімен жұмысқа тез апарды. Көлік апатына түскен ер адам, әйел және оқушы қыз бала. Көлікті айдаған ер адамның жағдайын аса ауыр, әйел мен қыз баланың денсаулықтарына аса зиян келмеген. Ер адамға жасаған ота ұзақ уақытты алса да, сәтті шықты. Тағы да бір адамның өмірін құтқарғаныма қатты қуандым. Іштей өзімді мақтан тұттым. Өзіне келген әйел ота залдың сыртында күтіп тұр екен. Күйеуіңіздің жағдайы жақсы дей бергенімде, ол әйел: күйеуім емес, қайным, әйтеуір аман ғой. Иә, сізге мың алғыс, қашан есін жияды деп сұрақ қойып жатты. Іштей ұялып қалдым. Қайнысы және жеңгесі тойға бара жатып апатқа ұшыраған екен. Науқастың өміріне енді қауіп жоқ. Алла бұйыртса, 12 сағаттан соң есін жияды. Алла шипасын берсін деп кете бардым. Сол күні әлгі ер адамның түрі таныс сияқты көрінді, бірақ мүлдем есіме түспей, бұрынғы бір пациентім болар деп аса мән бермей үйге қайттым. Ертеңгі күні маған демалыс болды. Жұмысқа звондап, кешегі пациенттің жағдайын сұрағанда, бәрі жақсы екенін білдім. Бір күндік демалыс сол әдеттегідей. Анам тайлақтың анасы сияқты маған күйеу іздеу мәселесімен бір жігітті айтты. Амалсыз кездесуге баруға, өзімді әзер қинап келістім. Бұл ісіме бәрі қуанып, бір-бірінен сүйінші сұрап, мәре-сәре жұмысқа шықтым. Өзім ота жасаған пациентіме барғанымда, ол маған, мен оған қарап қалдық. Кеше оны шынымен есіме түсіре алмаған едім. Бұл кезінде мені өлімнен құтқарған Жалғас еке. Ол да мені танып, жүзі күлімдеп: сені әзер таптым-ау, бұлай кездесетінімізді білгенде әлдеқашан апатқа түсер едім деп әзілі қалжыңы аралас сөйледі. Мен болсам аяқ қолым дірілдеп, бір түрлі күйге түстім. Не қуанарымды білмей, не жыларымды білмей, сезімдерім араласып, бір жағынан қолым қанға боялған күн есіме түсті. Сол кезде Жалғас ақырын қолымнан сипап: кешірші, артық кеттім бе? Мен сені сол күннен соң, осы күнге дейін сені іздеп келдім. Тіпті маған атыңды да айтпадың. Талай мәрте сені түсіріп кеткен аялдамада күттім. Сені сол күні көргеннен ғашық болдым. Кеше апатқа түскенде, өмірімнің соңғы күнінде тек сенімен кездесуді қатты тіледім. Аллаға сансыз шүкірлік еттім. Сенімен қайта жолықтырды деп әлі де біраз сөз айтқысы келген. Бірақ менің басқа да пациенттеріме баруым керек. Сосын келемін деп көзім жасаурап, тамағыма ашы, өксік тығылғанмен дәретханаға қарай жүгіріп, әбден жылап алдым. Сол күні жұмыста өзімді сондай нашар сезіндім. Жалғасты ойлаған сайын, оның айтқан сөздерін есіме түсірген сайын жүрегім дір етіп, біресе бетім қызарып, енді бірде қобалжып, 18 жастағы бой жеткен секілді, бойымды түсініксіз сезім биледі. Үйге келсем, анам кездесуге баратынымды айтып тұр. Апа, кешірші, кездесуге барғым келмейді. Бүгін қатты шаршадым. Ауырып мазам болмай тұр деп бөлмеме кіріп, шешінбестен жата қалдым. Жалғастың сөздерін қайта есіме түсіріп, таңға дейін ұйықтай алмай шықтым. Ертеңіне айна алдында отырып, бояндым. Көп аса бояна бермейтін мен бүгін әдемі болып барғым келді. Жұмысқа келіп, жұмыстарымды бітіріп, Жалғастың қасына бардым. Ол болса мені гүлімен күтіп алды. Кәдімгідей ұялып қалдым. Мен үшін гүл алдырған Жалғасқа ішім жылығандай, бұрыннан танитындай қал жағдай сұрасып, ол менен: сен тұрмыстасың ба? Кеше мен сені көргеніме қуанып сұрауды ұмытып кетіппін деп сұраулы жүзбен қарады. Жоқ, мен тұрмыс құрмадым. Бұл сөзіме қатты қуанған Жалғас:
Аллаға сан мәрте алғыс айтамын, жүрегім алдамады, мен де үйленбедім, өйткені сені іздедім, сені тапқанда сенімен жақын танысып, сені жарым еткім келді, енді таптым, мен сенен енді айырылмаймын. Жалғастың мына сөздері мені өзіне еріксіз тартып барады, екі бетім қызарып, аузыма ешбір сөз түспей. Менің жұмыстарым бар деп бөлмесінен шығып кеттім. Кабинетіме келіп, біресе қуанамын, біресе бұл қылығыма ұяламын. Көп ұзамай Жалғас аяғынан тұрып, мені жұмыстан күтіп алып жүрді. Әрине үнемі гүлі бар. Мен үшін басқа қаладағы жұмысынан шығып, өз қаламыздан жұмыс іздестіріп жатыр екен. Мені гүлмен күтіп алып жүргеніне 1 ай болды. Екеуміз жақсы араласып жүрдік. Менен бұрын ата-анам тіпті қуанып жүр. Күнде үйге гүл әкеліп жүргеніме, олар теңін тапты мына қыз деп. Алғашқыда пациентім деп жүрдім, кейін шай үстінде. Бұрын студент кезіндегі танысқан досым еді. Біраз жыл мені іздепті, енді күнде күтіп алып үйге дейін әкеліп жүр дегенім сол екен. Анам байғұс көзіне жас алып қуанғанын көріп, қалай жұбатарымды білмей қалдым. Көп ұзамай Жалғас сөз салды. Мен сол кездегі қиналғанымдай, өзімнің пәк емес екенімді қалай айтамын деп жылай бердім. Ол мені құшақтап: "Өтінемін, жыламашы, мен сені қатты сүйемін. Сол үшін де, осы күнге дейін ешбір қызға қарамай сені іздедім. Сені құтқарған күні, саған не болғанын білемін" деді. Таң атпай аудағы балықты алуға шыққан әкесі ау салып қайықпен балықты аулайды екен. Көлдің орта жағында менің суға тұншыға батқанымды көрген Жалғас әкесіне айтыпты, солай мені құтқарды. Негізі Жалғастың мамандығы полиция, кейіннен мені ұзақ іздеп, таппай онан мені жасаған қылмысты зерттеген екен. Әлгі мені қорлаған 2 азғын министр әрі ірі есірткі қорымен айналысатын қылмыскерлер, бірақ бұл қылмысты өзара қылмыскерлердің арасында болды деп ешқандай жерге жарияламай жаба салыпты. Мен де сол кезде алғаш рет сол күнгі сырымды жайып салып, жеңілдедім. Сонда да Жалғас мені бар болмысыммен қабылдап, екеуміз бас қостық. Менің әке-шешем, Жалғастың ата-анасында шексіз қуанды. Бір қызығы мені енемде, атамда алғаш қалай кездескенімді әке-шешеме айтпады. Бәлкім олар да менің сырымды іштей біледі десе де, өте мейірімді жандар. Алланың қалауымен 32 жаста тұрмысқа шығып, ыстық отбасым, адал, батыл жолдасым бар. Қазіргі таңда балаларымыз бар, бақытты отбасымыз. Соңы